غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء ورتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء 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 كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا غازت الآثام لحمي غازت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة Сауалдарыңыз болса айтыңыздар. Рахмет. Как раз қазір сұрағыңызға байланысты кейбір кезде осындай үлкен сұрақтар туындайды арасында. Сағат 1:30 болғанда енді бәрін айта бермейміз. Кейбір адамдар тұрып орнынан кетіп қалады. Не болды сағат 1:30 болды? Соған көзқарасыңыз қалай? Оқу орнына келді оқушы. Бірақ 1:30-да міндетті түрде кетіп қалу керек сабақ ортасында. Сабаққа келмей қалу. Негізі енді егер енді жұма намазы мәселесі болса енді ол қиындау. Мен қарапайым басқа намаз мәселесін айтсақ, намаз уақыты кең түс уақытында. Тек сол 1:30-да ғана уақыт кірмейді. 1:30 менен қазір 5 шамаларына дейін уақыт бар. Ау? Сабақтар мысалы 3-4 курста түсте сағат 2-ден бастап болды. Кейде оларға мысалы қосымша сабақтарды рубежға басқа кездерде ертерек қояды. Олар қалай мәселе шешеді. Мысалы қалай olur? Біріншіден енді біздікі енді айтып жатқанымыз жай ғана ой болып қалады. Ол енді мысалы енді біз зайырлы мемлекетпіз деген ұранменен қазір енді сондай бір қағидалар кетіп қалды ғой. Кейбір орындарда мысалы намазханалар жабылды, әртүрлі сылтауменен. Кейбір орындарда жаңағыдегі намаздарға тыйым салып тастады. Өйткені жаңағыдегі оқу уақытында, жұмыс уақытында бір қандай да бір кедергі тудырды. Дегенменен дінсіз мемлекет болғанменен дінсіз қоғам болмайды. Ал қоғам, яғни ел, халық, ол бәрібір мемлекеттің бірінші орындағы байлығы. Ойлаймын, бұл нәрселер қайтадан шешілу керек болған нәрселер. Қайта қарластыру керек болған нәрселер. Өйткені дініміз ақыры ұштасады екен осы нәрсемен. Бұл нәрсені дін басқармасы шешпейді.
бұл нәрсені бәлки үлкен өкілеттік орындар осы жаңағыдегі уақытларда немесе осы нәрселерде ортада отырып арнайы мамандармен шешетін мәселе. Себебі мен оны қазір мынандай кішкентай орында немесе өзімде кішкентай адам мысалы осының арасында бір мәселені үлкен бір шешім айтып бере алмаймын. Кедергі жасауға бола ма? Кедергі жасамауға деңіз, иә? Бір-біріне кедергі жасамай айналып өтуге болады. Мысалы демалыс орындарында болсын. Бір жарымда бармай, кешке барып оқыса бола ма? Соны қосып оқыса болады. Қараңыз, негізгі сіз бір сапармен келдіңіз. Ол сапарыңыз бітпей жатып бұрылып кетіп қаласыз ба? Түсінікті ғой, түсініп отырмын айтқаныңызды. Енді адам 5 минут, 10 минутқа дәретке де шығады. Жоқ, дәретке де шығуға болмай ма? Намаз, мысалы, рас ол намаз енді кейде сүннетімен, басқасымен оқылады, бірақ енді мысалы оқу орындарында еш болмады жұмыс дейік, мақұл сіздер оқу. Кейбір орындарда расында да жұмыс орындарда болып қалады, сол жұмыс орындарда болса да, егер намаз уақыты келсе, еш болмағанда парыз намаз оқуға 3 минут уақыт кетеді. 2 минут, 3 минут уақыт. 2 минут, 3 минут уақыт енді бір ортада мысалы адам дәретке де шығады. Бірақ соны тиімді пайдалана білу керек еді адам. Кейбіреулер енді соның тиімді пайдаланбай жайбасарлық қылады. Мысалы соған бір сағат, жарты сағаты жоқ қылады. Сол арқылы өзінің алып атқан білімін сапасыз қылады, істеп атқан жұмысын сапасыз қылады. Құртады. Ол қиянат. Өзгелерге де, өзіне де қиянат. Рас ол. Сондықтан мен сол үшін әдейі айттым. Бұл мысалы кішігірім емес, үлкен дәрежеде, үлкен орындықтарда отырып шешілетін мәселе. Мүмкін сол уақыттарға бір қандай да бір жаңа уақыттың орнын ашып, окошка дейді ғой, 10 минут, 15 минуттық окошка берілетіндей кездерде. Енді сабақ уақыттарының арасындағы перемендер болса, мысалы 10-15 минуттық, сол кездерде намаз оқитын орындар болады. Уақыт кәдімгі 10 минут жетіп артады намазға. Бір намазға жетіп артады. Мысалы, бір 3-4 минут дәретханаға кіреді, 2 минут, 3 минут намазын оқиды болды. 5 минут ұзағымен. Бұл оқу орны. Бізде сол кезде сіздің сөзіңізден кришнаиттарға бір бөлме, аналарға бір бөлме, поптарға бір бөлме ашып қою керек па оқу орнында? Мен қазақпын. Дұрыс. Өзге дінді дұрыс енді. Жаңа сөзіңді толық түсінбей қалдым. 15 минут әрқайсысына уақыт беретін болса, бұл міндетті түрде оқу орны. Сабақтан тұр адам, мен өстеймін деп кетіп қалуға қақысы бар ма? Жоқ, әлбетте. Соны сұрағаным. Сосын рас, ол біз... Сіз айтамыз, бірақ біз жаманатты оқып қаламыз. Соны артынан түсіндіреміз. Кешіріңіз, сіз кейінірек оқысаңыз бола ма? Бүйтіп келіп, ешқандай оқуға отырған мұғалімдер ондайға кедергі жасаған емес. Соған нақты. Балам, бірінші мына ісіңді бітір, сонымен келесі ісіңді жасай. Мен мысалы біздің елімізде мақтанатындығы бар. Біз көп ұлттымыз, көп діндіміз деп мақтанамыз. Рас, жаңа айтқан сөзіңізде жан бар. Біздің арамызда әртүрлі дін өкілі отыруы мүмкін. Оны сол үшін әдейі айттым ғой мен. Оны үлкен орында шешу керек. Ол шешуді бәріне бірдей заңменен енді қазір мынадай деп шешім келді ғой, енді ортақ болсын, ақыры жаңалдегі саған да жоқ, маған да жоқ болсын деп отыр. Енді ортақ мүддені қорғайық, жаңалдегі сол мамандықтың несін игерейік деп. Әйтсе де мысалы деген мен ойлаймын, бұл дін орталықтарында да бұл мәселені қозғап көрейік әлі де. Бізде енді муфтиятымызда қазір жаңадан, Құдайға шүкір, мысалы енді бұрын онша мамандар ондай көп жоқ еді. Қазір жаңадан оқып келген, әжептәуір маман кісілер бар, ғұламалар кеңесі бар діни. Мүмкін қандай да бір дініміз жұмсақ дін, кең дін, именно адамзаттың пайдасын ойлаған дін. Сондықтан мен жаңағыдай бір шешімін ғана айттым ғой. Мысалы, намаз деген кейде 10 минут созылатындай намаздар болса, түс уақытында. Соны тек парызын оқу арқылы 2 минут, 3 минут қылуға болады, кішірейтіп. Сосын немесе перемен уақыттарына шейін 1:30-нан 5-ке шейінгі уақыттың ішінде оқуға болады. Соның арасында 5 минут уақыт табуы мүмкін шығар. Мысалы, ізденген адамға, іздеген табат дейді. Ізденген адамға. Ал енді мысалы, өзге діннің де осындай ерекшеліктері бар. Мысалы, кришнаиттерде ол таңнан қара кешке отыратын жері жоқ.
и түс уақытында оларда табынатын жер жоқ. Онан дін маманы ретінде мысалы айтылады. Ол таңда оқиды, ол кешке оқиды немесе. Сосын оларда молитваға арнайы уақыт та бермейді көпшілігінде. Христианда да сондай. Христианда тем более екіге бөлінеді оларда. Жаңағы миряне, жаңағы тек өмір несінде, сосын діни адамдар. Діни адам мейлі, ол діни киім киеді, кейде кейбіреулер үйленбей кетеді, католиктер мысалы. Ал мысалы православныйларда тек жексенбі күні барып, свечкасын қойып, 3 сағат па 4 сағат сол жерде тұрып, жаңағыдегі уағызын естіп, жаңағы не дейді, арнайы бір обрядтарын жасайды, сол арқылы қайтады. Басқа діннің бәрін осылай шешіп алуға болады да, жаңа жұмыс уақытындағы жаңағыдегі діни жол жоралғылар. Тек қана ойлаймын, біздің әсіресе үлкен діндердің ішінде осы намаз уақыттары 5 уақытқа тақап қойған намаз ол ислам діні. Оның өзінде де көптеген жеңілдіктер бар. Мысалы, таң намазы еш нәрсеге көбінесе еш нәрсеге не қылмайды. Жаңа тақылмайды деген, мысалы, қарауылда тұрған адамдар болуы мүмкін, түндіксіменде жаңа кете алмайтын дәрігер, немесе соған ұқсас жаңағыдай адамдар барлық емес, біргелік адамдарда ол қиыншылық тудыртады. Дегенмен онда шешімі бар. Таң намазының уақыты да тіпті дәл сонда 2 минут, 3 минуттық мәселе.